Мынау Аллаға ғана құлшылық етемін деген сөз негізі тәубеге тікелей байланысты дүние. Өйткені біз осы дүниеде өзіміздің құлшылығымызды дейміз бе, өзіміздің сүйенуімізді кейде біз жат нәрселерге, болмайтын нәрселерге сүйеніп кеттік. Біреу өмірінде өзінің атақ мансабына сүйенді, біреу ақшасына сүйенді, біреу таныс тамырына сүйенді, біреу өзінің күш қуатына сүйенді. Қай халде де байқасаңыз Құдайға сүйенген жоқ, басқа бір нәрсеге сүйенді. Және де осы арқылы өзімнің бір өмірімді жаңағыдай бақытты қылам деп көрді, бірақ оны байқап жатырмыз ғой, қаншалықты бақытты, қаншалықты бақытсыз болып отқан. Осы өткен сабақтардан оны енді түсінсеңіз болады. Тәубе негізі осы Алла менен арадағы байланысты реттейтін көпір. Екінші нүкте бұл Алланы тану туралы сабақ еді. Алланы қайдан танимыз? Қалай танимыз? Деген бірнеше нүктелер айтылған. Құдайды тануға көптеген себептер бар екен. Бірақ сол Алланы танығанның жемісі тәубе. Алланы таныған адам тәубеге келеді. Тәубе не екендігін мен соған келе жатырмын әдейі. Алланың танудағы жеміс ол тәубе екен ғой. Кешегі сабаққа жақындайық. Кешегі сабақта біз нәпсі туралы айтқанбыз. Нәпсі тәрбиесі. Оның жаңалдегі орны туралы айтқанбыз. Адам өміріндегі орны. Соның тәрбиенің жолдары айтылған. Осы жердегі үлкен нәрсе біздің байқағанымыз. Мынау Алланы тануға бізден бірден бір кедергі болатын нәрсе ол нәпсі. Таныттырмайтын, әрдайым бізді қисыққа қарай, шетке қарай ығыстыра беретін, бізді әрдайым шалындыра беретін нәрсе нәпсі. Біз оны тәрбиелемей, Алланы дұрыс танымаймыз, өмірімізді реттемейді екенбіз. Міне осы кедергіні кетірудегі ең бірінші фактор да тәубе екен. Осы нәпсінің тәрбиесіндегі ең бірінші жолда тәубе екен. Ендеше тәубе деген не? Көп адамдар ойлайды, тәубе дегеніміз бұл жылау, өкіну деген сияқты нүктелер айтады. Негіз тәубенің ішінде ол бар. Бірақ ол тәубе емес. Ол тәубенің әсері. Шын мәнінде тәубе бұл бағыт бағдарды өзгерту. Саналы түрде келісім шарт түзу. Бұны тәубе дейміз. Осылай заманауи түсіндірейікші. Қалай мысал? Өмірдегі жемістерін көрейікші. Тәубе ету және оның өмірдегі жемістерінен осы жерден бір бастап, мүмкін басқа жағынан кіріп көрейік. Тәубе дегеніміз осы өмірде бір жұмыс жасағасын, бір қателікке ұрынып қалдыңыз, күнә жасадыңыз, немесе осы нәпсінің арқасында еріп, өмірде бағдарыңыздан адасып жүрдіңіз. Тәубе дегені сол адасуды тоқтатып, жауапкершілікті өз қолыңызға алу. Тәубе деген көп адамдар ойлайды, ол өткен шақпен өмір сүру деп, мысалы, баяғыда бір күнә жасап қойған, соған әлі өкініп жатыр, ой, солай өкініп жүр, осылай жүре береді, сол есінен шықпайды, соменен жылайды. Жоқ, ондай емес. Тәубе деген керісінше болашақты түзету үшін ең алғашқы қадам ол. Кәдімгі сіздің жарқын болашағыңызға жасалған бірінші қадам тәубеден басталады. Алланың саналы түрде келісім шарт жасалынуы ол тәубе деп аталады. Сол үшін бір адам қателігін, тәубенің өзі бірнеше қалай жасалынатын жолдары осыны тәубені түсіндіріп береді. Бірінші орында адам қателігін мойындап қабылдауы. Яғни мен осы қателікті жасаушымын. Мойындаймын. Нәпсі болса, бізге осы жерде жау болады. Тур осы жерде жау бола бастайды. Қандай? Сен сияқты қателіктегілер көп, сен жалғыз болып қалдың ба? Жаңағыдегі тек қана сен қателесе бересің ба? Сенен де жаман қателесіп жатқандар көп.
сенікі кішкентай ақ деген сияқты да. Немесе егер жоқ, бұл күнә ғой енді деп бара жатсаңыз, сізге айту мүмкін, Алла сені кешірмейді. Үлкен күнә жасап тастадың, болды сен, болды. Теріс қарап қоя сал, сен болды ғой. Немесе аузың былғанып қойды ғой. Несіне кешірім сұрайсың? 200-ді болып жатсың ба? Жасап алдың күнәні. Енді Құдай сені кешірмейді енді. Яғни қай халде де бізге қарсы шығады, ортаға күмән қылады, немесе үмітті жабады ғой, мүлде. Қарасаңыз, нәпсінің осы жердегі бізге қасарысуы. Бір қателікке душар боласыз, немесе осы өмірде сіз дұрыс емес бағытқа кетіп бара жатқаныңызды көріп қоясыз. Мысалы айтайық, адам Құдайды танығаннан кейін бағытының теріс екенін көру мүмкін. Осы өмірде да мен кіммін өз? Қайда жүрмін деген сұрақтар келеді ғой. Құдайды таныған адам шын мәнінде кейде тоқтайды. Бір жерде тоқташ, мен қайықта жүрмін деп. Оған мысал айтқым келеді. Фудайл ибн Ияд деген кісі, әулие кісі, Абидул Харамайн деген атақ алған. 2 харам мешітінің құлшылық етушісі деген мағынадағы адам. Өте әулие кісі болған. Сол кісі Түркменстан, Иран жерлерінде қарақшылық жасайды екен. Сол жердің адамы өзі. Сол жерлердің адамы. Түркменстан жақта Кака, Аққала деген жерлер бар. Жаңалдегі сол жерден жаңалдегі Сарахс деген қала бар. Иранда. Осы аралықта, осы өңірлерде қарақшылық жасап жүрген адам екен. Күндердің күні әлгі қарақшы кісі тас қараңғы кештер екен. Бір мешіттің жанынан өтіп бара жатып, Құранды естіп қалады оқып атқан. Сонда Құранда мынандай аят естіледі. Әләм я'ниниллазина аману ан тахша'a қулубухум лизикрилла. Құдайды танитын адамдардың Аллаға жүрегі дірілдеп езілетін уақыты келген шығар деген. Сен Құдайға бас иетін уақытың келді ма жоқ па деген аят қой, былай айтқанда, қарапайым. Шынымен ақ Құдайға бас иетін уақытың келген деген бір хат қой енді, ойлаңызшы. Сол жүрегіне тиеді ма, өзі қызық қой, адам осы өмірде негізі ақырындап дайын болып келмей жақсылыққа жете алмайды. Өйткені өзінің жүрегі егер қасарсып, ары қарай қисып кетіп қалса, ол жақсылықты естімейді да, көрмейді да. Ал керісінше, егер ол өз-өзін түзетумен айналысып, жайлап реттесе, жақсылықты көре бастайды. Міне дәл осы кездегі о кісіге құлағына имамның оқыған Құран естіледі ғой. Алланың зікіріне басыңды бұратын уақыт келген жоқ па деген аят келеді ғой. Осы аят жүрегіне бір түрлі болады. Сөйтеді, біраз мешіттің жанында тұрып қалады. Сөйтеді де өзінің жолына қарай жүреді. Бір жерлерден өтіп бара жатса, сол жолын жалғастырып. Біз мазардың жанында бір топ адам отырады. Бір топ адам отыр. Бұл да сол адамдардың жанына келіп қосылады. Сөйтсе әлгі кісілер жолаушылар екен. Сол жерлерде жүріп жүрген. Сөйтіп айтып жатыр дейді. Осы өңірде Фудайл ибн Ияд деген кісі жүреді, қарақшы дейді. Соған жолығып қалмай тұрғанда, қараңғы қарайып кетті. Тез бұлай елі бар жерлерге жетіп алайық та, мына жерлерде отыра бермей дейді ғой. Ол қандай адам десе, ол сондай залым адам дейді. Ол өзі отыр ғой сол жерде. Арасында отыр. Сол туралы сөз айтып жатыр. Түсінеді да. Қатты тиеді осы сөз. Адамдардың айтқан. Әшейінде біреуді жамандасаң, бөркі қазандай болады дейді ғой, жынды десең, мақтанады ғой. Жұрт бәрі менен қорқып жатыр деп. Ол керісінше ренжиді ғой. Мен осындай халге жеттім ба дейді ғой. Жұрттың бәрі менен қорқатын, атым жаман атқа жетті ма дейді ғой. Сөйтіп сол отырған жерде жаңа Құранның аяты жүрегіне жетеді да. Алланың зікіріне басыңды иетін кез келген шығар дегеннен кейін орнынан тұрады да, Аллахым дейді. Менің тәубем болсын, осы жолыңнан кеттім мен. Тәубемді харам мешітінің алдынан күт деп, сол тұрған жерінен осы Меккеге келген екен.
бүкіл өмірін Мекке мен Мединада өткізген, мешіттің жанында. Бүкіл өмір. Айтқан өте керемет даналық сөздері, өмірлік бір нұсқау, керемет артынан даналықтар қалдырған, хикметтер қалдырған кісі. Біздің Ахмет Яссауи бабамыз сияқты үлкен хикметтер айтып кеткен кісі. Сол кісінің тәубеге келу жолы ғой. Жалпы айтпағым, бір уақыт келгенде адам өзінің осы қисық жүрген уақытынан тояды. Егер адамның жүрегі шын болса, өйткені Құранда бүйтіп жазылады екен. Алла тағала Құранда жазады. Шамс сүресі бар Құранда. Бүкіл Шамс сүресі ше, осы туралы жазылған, осы тәубе туралы жазылған. Бұлай деп айтады. Күн менен ант ішемін. Жарқырап келе жатқан, күн менен жарқырап келе жатқан, күннің атқан уақыты менен ант ішемін деп бірнеше рет ант ішеді. Соның бәрін анттың барысында Алла тағала айтады ғой. Ва нафси ва ма сауаха. Мен нәпспенен ант ішейін. Оны түзету, мен осылай бекіткен әрбір жанды түзетуіменен де ант ішейін. Дейді фаалхамаха фуджураха ва тақуаха. Әрбір нәпске, әрбір адамға жақсылықты да, жамандықты да мен жүрегіне жазып қойғанмын дейді. Алланың сөзі бар. Құранда. Сондықтан сіздің жүрегіңізде не жақсы, не жаман жазылып қойған. Оны біреудің үйретуінде керек жоқ. Оған арнайы мектепке барып сабақ алудың да керек жоқ. Не жақсы, не жаман жүрегіңізде тұр ол. Сол үшін, құрметті жақсылар, мынау адам тәубеге келу үшін тек қана өзіне жаны ашыса, жүрегін тазартуға қарай бет бұрса болды. Сол үшін айтатыным, өмірде өте көп сондай уақиғалар бар. Бір себептер менен адам есін жиып көз ашылғандай болады ғой бейнеше, сөйтіп тәубеге келген кездер болған. Осындай тәубеге келген неше түрлі уақиғалар бізге бір мынандай нәрсені үйретеді. Тәубе дегеніміз не деген кезінде тәубе бұл өзіңнің адасып жүргеніңді мойындау. Мен қайда жүрмін, мен қаяға кетіп қалдым, қатты кетіп қаппын ғой деп көзіңді ашылатын уақыт келеді екен ғой бір күн. Басыңды ұрғанда ма, ауырғанда ма, біреудің айтқан насихаты өткенде ма, жақының өлгенде ма, бір нәрседен келеді адамдар. Мен бұған тәубеге келген неше түрлі уақиғалар білем. Бір адамдар болған. Мысалы, айтады, менің көршім дейді, өте тәкаппар адам еді дейді, бай. Күндердің күні үлкен ұлы дүниеден өтті дейді. Сол үлкен ұлына қатты сеніп еді дейді да. Бүкіл менің қолымдағы барымды осы сүйреп кетеді, менің артымдағы ізбасарым. Бұл қолынан келмейтіні жоқ, тура мен сияқты деп мақтанып жүретін адам еді дейді. Өлді дейді. Жаназасы болды, жиындары болды, бәрі болды дейді. Уақыт өтті. Жылы болды. Сол кісінің үйіне жылына барсам, әшейінде мені молда деп тек қана сол Құранын оқытып, мен сенбей deyip шығарып салатын адам еді дейді. Молдеке кішкентай қалың ішші деп айтты дейді осы жиыннан кейін. Жарайды дедім дейді. Бір білмеймін, Құран бағыштатайын деді ма, не айтайын деді деп, енді бір мешітке бір нәрсе бергісі келді ма, жарайды қалдым дейді. Енді бай екен ғой, енді мақұл қалайын. Бәрі кетіп, адам азайғасын Молдеке бір екеуміз сөйлесекші, отырдық, отырғасын айтты дейді ғой. Осы ұлым өлгеннен кейін көзім ашылды деді дейді. Құдай бар екен ғой. Мен қаяқта жүргенін білмеймін дейді, осы уақытқа шейін деп. Білмеймін, өңім ба, түсім ба, көзім соқыр бопты ғой, құлағым керең бопты ғой дейді ғой. Маған намаз үйретші деді дейді. Таң қалдым дейді сол жерде. Ойласаңызшы, Молдеке, ап қалды демеңіз, бірақ маған намаз үйретші деді. Болды, бұлай дәрет аласың, бұлай үйтесің, бүйтесің.
Сөйтіп жаныма тұрғызып намаз оқыттым дейді. Басын сәждеге қойып өкіріп жылады дейді. Бұндай рахатты сезінбедім деп айтты дейді. Бұл не бұл деп. Адам өмірге келет, бірақ қайда жүргенін кейде білмей адасқаннан ше, ана тұңғиықтың ішінде осылай сүңгиді ғой. Ойлайды да, мен күшті жүрмін деп ойлайды. Кейбіреулер ойлайды, Құдай маған дүние беріп жатыр, мен тура жолдамын дейді. Мен Құдай жақсы көрген үшін беріп жатыр деп ойлайды. Бірақ біліңіз, Құдай жақсы көргеннен дүние береді деген бір жерде жазу жоқ. Дүние Құдай жақсы көрген адамға ғана беріледі деген бірде-бір кітапта, бірде-бір дінде жоқ. Атақ мансапта сондай. Менің атағым көп екен, жұрттың бәрі мені сыйлайды екен, Құдай бәрін маған иіп қойды, Құдайдың ең жақсы көрген адаммын деп, ол өтірік. Атақ, мансап, ақша, оның барлығы келетін, кететін қолдың кірі. Еш нәрсе емес, еш нәрсені білдірмейді. Сіз оның артынан бір хикмет, даналық, бір сұмдық, бір Алладан сізге жабысып қалған мөрді іздемей-ақ қойыңыз. Құдай жақсы көрген пендесіне өзінің атын айтқызады деп айтады. Бір дана кісі. Атаулла Сакандари айтады. Өзінің атын, өзінің есімдерін сенің аузыңа Алла тағаланың салып саған айтқызуы саған деген ықыласы дейді. Өйткені өзінің атын өзі жек көретін адамға айтқызбайды да дейді. Айтқызбайды. Сол үшін Құдайдан ұзақ адам өлетін кезінде калима айта алмайды. Ла илляха иллаллахны айт десең де айта алмайды. Келмейді тілі. Келмейді. Өйткені Алла тағала оған бұйыртпайды. Өзінің атын қимайды. Міне бақыт, міне тура жол. Сенің қалай өмір сүргеніңде әңгіме емес. Әңгіме сенің қалай өлетініңде. Өйткені істің барлығы нәтижесінен көрінбей ма? Дұрыс па? Марафонды бәрі бастайды жүгіруді. Біреу тез жүгіріп кетеді, біреу жай жүгіреді. Бірақ сен марафондағы бара жатқан қарай баға бере алмайсың. Баға қай жерде беріледі? Финиш. Ең соңғы белбау тұрады. Сол жерден кім өтеді? Сол жеңеді. Яғни өмірдің ең соңғы финиші да. Сен жаныңды тапсыратын кез, сенің өміріңнің бағасы беріледі сол кезде. Білінеді ол. Бірақ сол жан адамның алқымына келгенге дейін тәубе қылып қал деп айтады. Оған дейін тәубенің есігі ашық. Соған дейін есіңді жиып үлгер. Қайда жүргеніңде, басқа, мен кіммін, қайда жүрін деп бағытыңды реттеп ал. Әйтеуір өмірге келдім, кетіп баратырмын деп ол дұрыс емес. Өмір өзен ағып атыр. Бұл өмірден өлі балықты ағып, түсінесіз ба? Өліп қалған балықты ағып кете береді судан. Сондықтан құрметті жақсылар, тәубе бұл адамның оянған кезі. Ол нәпсінің тәрбиесіндегі ең бірінші баспалдақ. Тәубе дегеніміз өзінің қисықтығын мойындау. Екінші, сол мойындап өкіну, осы жолдың дұрыс еместігін мойындау еш нәрсе емес. Білімнен дым тұрмайды, білім амалсыз еш нәрсе емес қой ол. Екіншісі өкіну, мен бұным дұрыс емес екен деп. Өкіну. Ғалымдарымыз айтады, одан кейін бұны қайтып келмеймін деп келісім шарт түзу. Мен бұл жолға қайтып кірмеймін деу. Осының бәрін тәубе деп айтады. Ал егер бұл жерде кісінің ақысы болатын болса, біреуден алып қалған,
бермей қалған, қарыз құрыз жасырып қалған дүниелер болса, сол затты бермейінше сіздің тәубеңіз орнына келмейді. Кейбіреулер бізге келіп айтады, молдеке дейді, мен әкемді түсімде көріп атырмын, шешемді түсімде көріп атырмын, жұпыны киініп апты, Құран оқытып жіберсем де ешнәрсе болмай атыр дейді. Кейде осылардың белгісі, сол әке шешесі кезінде біреуден сұрамай зат алып қалған, сол заты қайтарылмаса, ол қиналады. Біреуден ине алып бермей кетсең осы өмірде, сол иненің жазығын татасын бәрі. Ине. Біреуден сұраусыз инесін алып кеттің ба, оның ақысын бересін бәрібір. Сондықтан кісінің ақысы ешқашан мұсылманның аттайтын дүниесі емес. Пайғамбарымыз айтады, өзінің ең соңғы қажылығын, өмірде бірақ қажылық қылған. Бүгінгі күннің ұлылығымен айтам сіздерге дейді. Қажылықтың ұлылығы ғой. Бүгінгі жердің ұлылығымен айтам дейді. Бір адамның екінші адамға осы жердей, осы күндей ұлық болыңдар. Қай жері ұлық? Малы, жаны, абыройы деген екен. Абыройына тиме. Кемсітіп, мазақтап емес, абыройына тиме ешкімнің. Рұқсатсыз малын алма, рұқсатсыз жанын қима дейді. Енді дұшпандық жасаса жан қиясын. Дұшпан болса өлтір, еліңе шапса. Ал бірақ бейгүнә адамды, кінәсіз адамның жанына жауабын бересің. Үшеуі бірдей. Абыройы да, жаны да, малы да. Біз осы өмірде нәпсіге ереміз деп адасамыз. Атақ, ақша, құмарлық, осының бәрі бізді көзімізді соқыр, құлағымызды керең қылады. Соменен өзіңнің қайда жүргеніңді білмей қаласың. Ал бізге Алла тағала түрлі жағдайлармен хат жібереді. Мүмкін бір уағыз естесін, бір терме естесін, бір кітап оқисың, бір уақиға көресің. Ең кемі имам Шафии айтады, кісіге, әрбір мұсылманға басқа уағыздан көрі алдына бір өлік көрсе, одан артық уағыздың қажеті жоқ дейді. Өлікті күніге көресіз ғой? Күніге естесіз, дұрыс па? Күніге ағайын туыста, жақын, жекжат, жұрағатта біреу кетіп атады. Хабары келеді. Жетісі бопты, 40 бопты, жылы бопты, пәленше кетіпті. Ол сізбен бізге сабақ ол, түсінесіз ба? Сен де бір күні кетесің. Көзіңді аш, қайда жүрсің? Ашсай, көрсей, қайда тұрсың? Не істеп жүрсің? Адам өзінің ісін, айтқан сөзін, мінезін, жүріс тұрысын түзетпей, екі дүниесінің бақытына жетпейді. Сол үшін құрметті жақсылар, тәубе мұсылман адамға уәжіп деп айтады ғалымдарымыз. Уәжіп, міндет. Тәубеге келу керек. Қайта тәубе қылып тұру керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін хадис бар. Тубу илаллахи айюхал муъминун, иман келтіргендер, Аллаға тәубе етіңдер. Фа инни атубу фил яуми ми'ата марра деп айтады. Мен бір күнде 100 мәрте тәубе деп айтамын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мен бір күнде 100 рет тәубеге келемін дейді. Пайғамбар екеш пайғамбар 100 рет өмірін қайта қарайды. 100 рет қайтадан мен қайдамын, қайда бара жатырмын деп өз-өзіне сабақ бере, есеп береді. Ендеше құрметті жақсылар, тәубе бұл жаңа ояну, нәпсіні тежеу, жаңа өмірді бастау, болашаққа саналы түрде қарау. Яғни ақылды түрде. Адам өзінің өмірін ойлай береді, мен саналы түрде өмір сүріп жүрмін. Ой, ақыл менен өмір сүріп жүрмін деп ойлайтын шығарсыз. Жоқ. Ғалымдар айтады, заманауи қазіргі ғалымдар айтады. Адам өзінің 70% өмірін автомат өмір сүреді екен ғой, анау әдеттермен. Ойланбайсың. Таңертең тұрасында киіміңді кие саласың. Жаңа автоматпен да, барасың да туалетке барасың, дәрет, тіс жуасың, баса. Яғни көп нәрсені ойланбайсың, андай
шала істеп кете бересің. Біреуге айта салуда ойланбай айта саласың. Әрбір мінез, әрбір сөз, әрбір әдет, әрбір ісіміз бізге әдетке айналып кеткенде, ол автоматика ғой. Автоматика. Әдет деген сөз, ол сіз ойланбай жасалған дүние. Біздің 70% өміріміз әдеттен тұрады. Ендеше, әдетіңді өзгертсең, тағдырыңды өзгертесің деген бекер емес. Ал әдетімізді қалай өзгертеміз? Оған санаменен келмесең, әдетің өзгермейді. Сол үшін біз әдеттерімізді қадағаламасақ болмайды. Сол үшін мен кеше сабақта айттым, өзіңнің нәпсіңді қадағалау керексің. Айтып атқан сөзіңе қара, істеп атқан ісіңе қара, мына шеттен қарап үйренші. Бір шеттен қарап үйрен, мен не айтып қойдым, не деп жатырмын, не істеп жатырмын. Осылай жаныңа бақылаушы қойып қой. Бақылап жүр. Сол жерде дұрыс емес айтып қойған, дұрыс емес жасап қойған қисық әдет, қисық сөздер көріне бастайды. Соларды түзетсек, біз түзеле бастаймыз. Сол үшін осыны бізге тәубеге келтіретін қадамдардың бірі. Ендеше, пайғамбарымыздың осы бұйрығына сай, уа иман келтіргендер, Аллаға тәубе етіңдер деген бұл бұйрығына сай, уәжіп екен ғой бізге. Пайғамбар екеш пайғамбарға уәде етілген Алла тағала. Мен сенің өткендегі күнәңді да, бұрынғы күнәңді да, енді жасайтын күнәңді да кешіріп қойдым деп қойды. Сөйтсе де ол кісі истиғфар айтады. Фатима анамыз айтады, пайғамбарымыздың қызы. Түнде тұрып әкем намаз оқиды дейді, аяқтары ісіп кететін дейді. Құдайға жалбарынып намаз оқиды дейді. Сонда әкесінің аяғы ісіп кеткеннен ыстық басып, аяғын уқалап айтам дейді, әке таяу. Алла тағала сіздің күнәңнің бәрін кешірдім деп уәде беріп қойды ғой. Не болып жатыр, бір кішкентай демалмайсыз ба десе, пайғамбарымыз не дейді? Афәлә әкуну абдан шакура. Мен сонда Аллаға рахмет айтушы да пенде бола алмаймын ба деп айтты. Құдай менің күнәмді кешірдім десе, мен соған бір ауыз рахметке жарамайын ба сонда? Тұрам осылай намаз оқиын деп. Қызым, ұйықтайтын уақыт өтіп кетті деген екен. Өтіп кетті. Құдайды таныған адамға ондай нәрселердің барлығы көрінбей қалады. Пайғамбарымыздың қызы Зейнеп бір күні айтады, мешітке кіріп қалса пайғамбарымыз, жібілініп тұр дейді. Бұл қандай жіп десе, сіздің қызыңыз Зейнептің жібі. Түнде тұрып жылап намаз оқиды. Намаз оқығаннан күші жетпей құлайды. Сол құламас үшін ана жіпке қолын тығып ілініп тұрады депті ғой. Қандай адамдар болған? Біз ғой бірінші орында ұйқыны қоямыз. Бірінші орында қарны ашса тамақты қоямыз. Алланы таныған адам бөлек болады екен ғой. Қайда болса да Алланы көре алу, ол үлкен нәрсе. Мен сол үшін өткен сабақта сіздерге Алланы қалай танимыз деген жолдарды көрсетіп беріп қойдым. Қайдан көрсең болады деп. Солардың біреуі осы нәпсіні жұмыс істеп атқанда Алланы көруге болады. Қалай көресін айтайын ба? Сіз өзіңізді зерттеңізші. Мен кіммін? Деңізші, сұрақ қойыңызшы. Мен өзімнің тұрақсыздығымда тұрақтымын дейсіз ғой, дұрыс па? Тұрақсыз адамбыз ғой, білесіз ба? Уәде бересің, тұрмайсың. Жүрегіңнің бәрі бүгін күледі, ертең жылайды. Бүгін көңіл күйің күшті, ертең көңіл күйің нашар. Бүгін күшті болып барғың кеп тұрады, ертең барғың келмей қалады. Тұрақсызбыз ғой, байқайсыз ба? Бір кәдімгі тұрақтылықта жоқпыз ғой. Екіншіден, мақтанамыз, бірақ өзіміздің затымыз жоқ ше. Көзің кімдікі? Құлағың кімдікі? Мал таптым деп мақтанасың, малды қайдан таптың? Жалаңаш келген жоқсың ба бұл дүниеге? Тыр жалаңаш келдің ғой, бұтыңда да үстіңде де дымың жоқ еді ғой. Өлерде де тыр жалаңаш кетесің ғой. Өлерде де осыны алып кетпейсің еш нәрсені. Қайдан ғана қолыңа ұстағанды менікі дей қойдың? Баланы кім берді? Қызды кім берді? Жаныңдағы серігіңді, әйел болсаң еріңді, ер болсаң әйеліңді кім берді?
осы ырзық несібеңді күніге қайдан тауып жүрсің? Оның бәрін егелей саламыз, менікі деп. Адам нәпсін таныса, Құдайды таниды дейтіні содан. Мен бишарамын. Ал бишаралықта мен біреуге сүйенбесем, құтыла алмаймын. Мен тұрақсызбын ба, мен тұрақтының етегінен ұстауым керек. Менің қолымда дымым жоқ па, бардың етегінен ұстайын. Өйткен нәпсі бізге сөйтіп үйретеді ғой, дұрыс па? Ақша табу үшін кімге барасың? Байға барасың. Ақша табу үшін сауда қыласың, тіршілік қыласың. Бірақ егер шын тіршілік қылып, тіршіліктің артын байқап қарасаң, Құдайды табасың. Оның бәрі бекерден бекер кеп атқан жоқ екенін көресің. Өзіңді де көресің. Кеше балең келдің ғой талай жасқа дегендей, айнаға қарап көріңізші түріңізді. Кеше бетіңізде бір әжім жоқ. Тіпті тісіңіз жоқ болса да бетіңіз солмайтын доп-домалақ әдемі боп, торсықтай боп дүниеге кебедіңіз. Қазір айнаға қарап көріңізші, сол сәбиден не қалды? Әжім бет, шала көретін көз, шала естетін құлақ, түсіп қалған шаш, қисық-қисық аяқпен қол қалды. Қайда кетіп барамыз? Уақыт қой, жеңілесің ғой бәрібір. Бара жатырмыз ғой. Өйткені бізден әуелгілер келген. Солардың кеткен жағына бізде барамыз. Барасын бәрібір. Сол үшін айтады ғой. Жігіттер, не дейді, өлімнен құтылмайсың, қашсаңдағы, әкеңнен арыстандай ассаңдағы. Алладан шынымен ақ бұйрық келсе, жұлдыз да жерге түсер аспандағы дейді. Бабаларымыз айтады. Қайда кетсең де, аспандағы жұлдыз болып кетсең де, шын бұйрық келсе, жерге түсесің. Тәубеңе келсей, оянсай, көзіңді ашсай, уақыт келген жоқ па? Алланың зікіріне басыңды иетін уақыт келген жоқ па сонда? Құдайыңды ұмытпасай, ей Аллахым деп жүрегіңді ашпайсың ба бүкіл әлемнің Раббысына? Ибрахим пайғамбардан бір уақиға айтады. Ибрахим алейхиссаламның бір әдеті бар екен. Өзі күндіз ораза тұтады, кешке ауыз бекітеді екен. Бірақ егер қонақ келсе ғана ауыз ашады екен, қонақ келмесе ары қарай бекіте береді екен. Алла қуат беріп қойған. Сол әдетіменен кешке жақын отырса, кешке болып қалады деп қонақ күтіп отырса, бір қартайған үлкен кісі келе жатыр екен. 100 баяғыдағылар ұзақ жасаған ғой, 120, 130 жасаған бір үлкен қария келе жатыр екен. Сол қарияны тоқтатып, сіз менің қонағымыз болыңыз дегесін, болды дейді, кешке тамақ береді. Қонақ қылады да, о кісінің бірақ бір әдеті бар екен. Ал қонаққа айта деген, ал құрметті қонақ, мына тамақтың ақысын беріңіз енді дейді екен. Ай, бұның ақысы қандай десе, Құдайға шүкір деп айтыңыз болды дейді. Ақысы сол. Аллаға шүкір десеңіз, ақысын төледіңіз дейді екен. Сөйтсе, ол кісі отқа табынатын адам екен ғой. Айтты, мен Алланы танымаймын депті. Ол кім деп? Сөйтсе, сені жаратқан, жоқтан бар қылған десе, мен отқа табынам, от ол Құдай. Сен нені айтып атсың? Екеуі ерегісіп қапты. Сонымен қуып жіберіпті, кет ары деп. Сонымен ана кісі кетіп қалған. Аллаға басын иіп жатса, Алла тағала айтады дейді ғой, ей Ибрахим, не істеп қойдың? 120 жыл мен сабыр қылып бір күні маған басында еді ғой деген күтіп жүрген құлымды менен теріс бұрып қойдың ба, бар кешірім сұра депті. Арқасынан жүгіреді ғой. Ей, көке, тоқта. Кешір дейді ғой, кешір. Не болып қалды? Со Құдайға басымды иіп едім. 120 жыл болды сені күткеніме деп айтты. Саған айтты. Сені 120 жыл күттім. Бір күні мені танитын шығар деп тағы күтемін.
Ал сен алдыңда оны менен теріс бұрып тастадың деп айтты. Кешірім сұра деп айтты, мені кешірші дейді. Сонда әлгі кісі айтқан екен: мен сондай адасып, әркімнен әр нәрсе сұрап, жалбарынып жүрсем, мені күтіп жүрген қандай Құдай ол деп айтты дейді. Таныстыршы маған оны. Сосын барып отырғызып қойып басынан айтыпты: саған ырзық несібе берген, осынша өмір берген, жоқ менен бар қылған, бірде қарның аш, бірде тоқ қылған, сол сені күтіп жүрген Раббың ғой депті. Ол сенің де Құдайың. Сонда барып кәлима айтқан екен: Алладан басқа Құдай жоқ. Мен қайдағы бір отқа басиппын, су тисе сөнетін, жел тұрса өшетін. Шын мені күткен Раббымды ұмытыппын ғой деп көзім ашылды деген екен. Құрметті жақсылар, тәубенің есігі жан алқымға келгенге дейін ашық. Бірақ жанның алқымға қашан келетінін біз білмейміз. Қазір ма, бір секундта ма, бір минутта ма. Жаста кетеді, кәріде кетеді. Есектегі өлема, төсектегі өлема деген сөз бар. Алла тағала кімді бірінші алатынын ешкімге айтпайды. Уақыты келеді, кете береді. Бірақ сол уақыты келмей тұрып басыңды иіп қал. Құдайыңды танып қал. Қорытып айтатыным, құрметті жақсылар, тәубе дегеніміз бұл Құдайдан ұзап бара жатқан тірлігінің бәрін мойындап, Аллаға қарай бас иіп жүруді айтады екен. Құдайдың қайтарған істерінен қайтып, жақсылық деген істеріне бұрылуды айтады. Тәубесіз біздің әрбір қадамымыз дұрыс болмайды. Алла тағала тәубе еткендерге не береді десеңіз, бірінші орында Құранда айтады: Алла тағала тәубе етушілерді сүйеді дейді. Сен мен тәубеге келдім десең, Алла сені жақсы көрем деп айтады. Сол күннен бастап, сол сәттен бастап. Ей Аллахым, астапыралла, Аллахым, мен саған басымды идім деп басыңызды исеңіз, Аллаға сізге, Алла сіздің махаббатыңызда болады. Алла сізді жақсы көрем деген уәдесі бар. Екінші нәрсе, Құранда айтады: олар тәубе қылған кезінде біз оларға аспан менен жерден рызық несібесін жаудырып қоямыз дейді. Сіздің анау базарда әркіммен теке тіресі балағаттасып жүрген дүниеңіз тәубе қылғанда есігі ашылады. Сол есік. Дүниеңіздің есігі ашылады. Баласы жоққа бала береді, қызы жоққа қыз береді, дүниесі жоққа дүние береді, дені саулығына адамның ден саулық қосады. Бұның бәрі тәубеден болады. Алла тағала пайғамбарымызға айтады: ей пайғамбар, сен солардың арасында жүрсең, мен оларды азаптамаймын дейді. Бірақ пайғамбар арамызда ма? Кетіп қалды. Бірақ біздің күнәміз көп. Енді не істейміз? Ары қарай сөзін жалғап айтады: және олар Құдайдан кешірім сұрап тұрса да, мен оларды азаптамаймын. Күнәңнің кешірімін тілеп тұрсаң, Алла сізді де азаптан ап қалады. Алдыңызда келатқан түрлі бәлекет, ауру, сырқау, біз білмейміз ғой не болатынын. Не бір болашағымызды білмейміз. Дерт, сырқат, не бір бәлекеттерді қайтарам десең, күнәңнен тазарып отыр. Құрметті жақсылар, таза нәрсе ғана тазалықты көре бастайды. Таза нәрсе ғана тазалыққа жүре бастайды. Көп адам тәубеде кемшілік іздейді. Күнәһар адам ғана тәубе қылады деп ойлайды. Жоқ, қателесесіз. Тәубе қылған адамда күнә болмайды. Ал күнәсіз адам жоқ жер бетінде. Біреулер ойлайтын шығар, шайтанның азғыруына кетіп,
намаз оқығанның бәрі күнәһарлар сол үшін оқиды, мен күнәсізбін, жүрегім таза дейді. Ал жүрегі таза адам Құдайдан ұзақ болмайды, біліп алыңыз. Жүрегі таза адам Құдайдан ешқашан ұзақ болмайды. Жүрегі таза адам мынандай кішкентай жай намазға шығудан қорықпайды. Не бір альпинистер бар тауға шыққан. Не бір мықтылар бар биік үлкен жерлерге шыққан. Бірақ биіктігі 1 сантиметрге жетпейтін жай намазға шығуға күші жетпейді. Жай намаз биік емес. Ол тау емес. Бірақ соған күші жетпейтін адамдар бар, білесіз бе? Жай намаз үстіне шыға алмайды. Бірақ қалай жүрегім таза деп айтасың? Мүмкін сол маңдайыңды сәждеге қойдырмай жатқан, мойныңда тұрған тәкаппарлығыңды тастарсың. Сол күнәларыңның бәрін есіңе түсіріп, мойындап, солардан Құдайдың алдында кешіріміңді сұрарсың. Ол адамнан сұрамайсың. Алладан сұра. Алла менен екеуіңнің арасындағы нүкте. Оған көптеген дәлелдер бар ғой. Хадис, сахих хадисте келеді. Мұса пайғамбардың заманда уақиға естеріңізде ғой. Жаңбыр жаумай қояды дейді. Сонда жаңбыр сұрап Аллаға жалыныс айтады ғой, бүкіл халықтың бәрін далаға шығып, жаңбыр сұраңдар дейді. Содан ауру, сырқау, қария, жас бала бәрін алып шығады ғой далаға. Сөйтіп, Аллахым жаңбыр бер десе, күн деген одан сайын шақырайып жандырып баратады ғой. Шыдай алмай кеткеннен Мұса тағы да сыртқа шығып Аллаға жалбарынады. Аллахым, сыртқа бәрін алып шық, жаңбыр сұра деп едің ғой, біз шықтық, сұрадық, неге бермей жатсың деген кезінде Алла айтады ғой, сендердің араларында 40 жыл тәубе қылмаған күнәһар бар. Сол кетсе, жаңбыр берем. Соның кесірінен мен сендерге жаңбыр бермедім дейді. Сонда қайтып келіп айтады ғой, осындай болды деген кезде адамның бәрі шулайды ғой, мына бір бәлекет бар екен ғой арамызда. 40 жыл Құдайды танымаған, 40 жыл тәубе қылмаған адам бар екен ғой, шығып кетсін сол адам дейді. Кет. Сөз егесін табады ғой, бірақ. Сіз шығып кете алар ма едіңіз соның арасынан? Мысалы да, өзіңізді танып қалсаңыз, қалай шығасыз? Содан анау адам сол жерде тұрып жылайды ғой. Құдайым, менмін ғой ол. Менің кесірімнен екен ғой мынаның барлығы. Кешірші мені. Шәрменде қылмашы, мына халықтың алдында. Қазір мен шықсам, немесе мені біреу танып қойса, құрыдым ғой мен. Мен абыройым кім болам мен? Кім болам мен бұдан кейін? Қатты жалынады ғой. Сөйтіп тұрған екен, аспанды бұлт басады, жауады ғой жаңбыр. Жұрттың бәрі аң-таң. Мұса аң-таң. Алладан сұрайды ғой, Аллахым, бұл хикметіңді түсінбедім. Біздің арамыздан ешкім шығып кеткен жоқ. Сен қалай жаңбыр бердің? Сөйтсе айтқан екен Алла Тағала. Сол пендем сондай тәубе қылды, сендердің бәріңе бөліп берсе асып қалатын тәубе қылды. Сол пендемнің тәубесі үшін мен сендерге жаңбыр бердім депті. Сонда Мұса айтып, Аллахым, оны маған көрсетші, кім екен ол депті. Сөйтсе айтқан екен, адасып жүргенде көрсетпеген кезде, тура жолды тапқан кезде саған шәрменде қылайын ба деген екен. Сол күй біле алмай кеткен екен пайғамбар кім екен. Бірақ сол бір адамның қасиетіменен Аллахым қаһарында жаудырады. Бір адамның қасиетіменен Аллахым жерге нұрында жаудырады. Тәубенің жемісі сол. Тек Алланың нұры өзіне жаумайды екен. Өзінің жанұясына да жауады, өзінің жүрген тұрған жеріне де жауады. Сол үшін Алла Тағала Құран-ы Кәримде Жүніс деген пайғамбар туралы қысса айтады. Сол қыссаны айтып жатып, мынандай деген аят айтады. Ол егер Аллаға жалбарынушы болмағанда қияметке шейін сол балықтың ішінде қалатын еді деп айтады. Ал ол кісінің айтқан сөзі не еді? Ла илаха илля ант. Аллахым, сенен басқа құдай жоқ. Субханак, мен сені пәктеймін.
Инни кунту минал залимин. Мен күнәһар пендеңмін ғой сенің дейді екен. Балықтың ішінде жатып айтқан ғой бұны. Балықтың ішінде жатып айтқаннан 7 көк сілкінді деп айтады. 7 көк сілкінді дейді. Алла тағала білуші болса да сұрайды дейді, ей аспан неге сілкіндің деп. Аспан айтады дейді, мен білмеймін. Бір жерден сондай бір сені мақтаған тәубенің даусы келеді. Сол дауысқа шыдай алмай сілкіндім деген екен. Ойлаңшы, ол судың астында балықтың ішінде жатқан жүністің дұғасы. Аллахым, сенен өзге тәңірім жоқ. Аллахым, мен сені пәктеймін. Сен бүкіл айып нұқсаннан пәксін. Мен ғой ол өзіме өзім зұлымдық жасаушы дейді екен. Осыны айта бергеннен жер көк сілкінген екен ғой. Сол үшін ғалымдарымыз айтады. Алла тағала бұл дұғаны айтпаса да болар еді дейді. Бізге үйретпесе де болар еді. Ол бұрын өтіп кеткен уақиға. Бірақ неге осыны бізге Құранда айтты екен? Сізбенен бізге сабақ болсын деп айтты. Егер өміріңізде жүрегіңіз қысылса, бағыт таппай, бағдар таппай кететін уақытың болады. Мен қайда баратырмын өзі, неғып жүрмін, кіммін, не істеп жатырмын деген кезің болады. Немесе істесең жүрмейтін, бәрі сынатын, қирайтын кезің болады. Денің саулығың кететін, мал байлығың кететін, басыңа іс түскен уақыттар болады. Аллаға даты жеткен әулиелеріміз айтады. Үлкен кәдімгі үлкен кісілер айтады. Кім осы дұғаны айтса, Алла тағала ол кісінің барлық есіктерін ашып тастайды. Барлық жабылған есіктерін ашады дейді. Себебі сол сөздің ішінде Алланы пактеу бар, Алланы ұлықтап жалғыздау бар. Сол сөздің ішінде Аллаға өзін басын иген тәубе сөзі бар дейді. Сол осы сөздің ішінде Алланың жасырын есімі бар дейді, біреулер айтады. Сол сөзді айтсаң дұғаң қабыл болады сол үшін дейді. Құрметті жақсылар, тәубенің бізге берері көп, жемісі көп. Осы дүниенің ісі, ақыретіңіздің ісі қиналса, тәубе етіңіз. Тәубеге келіп қалған уақытыңыздың белгісі бар. Ол істеріңіз өнбей, жүрегіңіз қарайған уақытты көресіз, иығыңызды бір ауырлық басады, жүрегіңізді қараңғылық басады. Намаздың дәмін ұмыта бастайсың. Дұға қылсаң, дұғаның дәмін ұмыта бастайсың. Қолыңды жайсаң, лағып, миың басқа жақта жүргенін көресің. Осындай кезде қайда баратын жеріңізді мен көрсетіп жатырмын сол үшін. Тәубе деген бұл бағытты табу ғой, түсінесіз ба? Аллаға қарай компас бұл. Тәубеге келіңіз. Оның айтатын сөзі де өте көп. Истиғфар, сәйедул истиғфар, басқа. Міне Жүніс пайғамбардың дұғасын десеңіз де жетеді. Осыны сіз арабшасын емес, кәдімгі өзіңіздің білетін қазақша айта беріңізші. Бірақ жүрегіңіздің түбінен. Шын жалбарынып айтып, Аллахым, тәубе қылдым десеңіз, анадан жаңа туылғандай пәк боласыз. Соңғы қорытып айтатыным, құрметті жақсылар, рухани сапардамыз. Негізі адам осы өмірге келгеннен сапар ғой негізі. Осы өмірге кетуі сапардың таусылуы. Ендеше осы сапарыңызда бағытыңыздан, бағдарыңыздан жаңылмайын десеңіз, тура жолдан адаспай жүрейші десеңіз, сіздің шырағыңыз бар екен ғой. Ол тәубе деген шырақ. Ол өшіп қалып тұрады, бізде өткен нәпсіміз бейшара ғой. Біздің Аллаға деген жанып тұрған иманымызды өшіргісі келіп тұрады.
дұрыс емес тәрбие болғасын. Осылай қараңғылық басып кеткен кезде сол қараңғылықты жуатын сабынымыз осы тәубе. Сол үшін мынау ақ көйлек үстіңде әдемі болсын десеңіз, бұған әтір керегі жоқ. Бұған сабын керек. Әтірді сеуе берсең көйлегің ағармайды. Әдемі иіс шыққанменен үстіңнен. Бәлки саған сабын керек, мына ақ көйлектің кірін кетіретін. Мынау нәпсіміз кірлейді. Адаммен араласқан үшін, адаммен араласпай қалған үшін де кірлейді. Ал сол кірді кетіретін нәрсе тәубе екенін ұмытпасаңыз екен. Тәубе бұл Алламенен болған сіздің келісім шартыңыз. Келісім шарт. Тәубе бұл саналы түрде жасалынатын қадам. Тәубе бұл өткен шақпен өмір сүретін дүние емес. Тәубе бұл болашаққа алған сіздің жауапкершілігіңіз. Өйткені сіз уәде беріп тұрсыз ғой, Аллахым, мен мына күнәмді тастадым. Мен жақсылыққа қарай жүріп баратырмын деген уәде ғой, түсінесіз ба? Ол болашағы өткен шақ емес. Болашаққа деген сіздің алған жауапкершілігіңіз ол. Көп адам тәубенің шекарасын біле алмай қалады екен осы бірде сол. Құрметті жақсылар, Аллахым бүкіл тәубешілерді, өзін тазартуды іздеген тазалықшыларды сүйем деген аят бар екен. Юхиббул мутатаххирин, юхиббут тәуабин деген сөздер бар екен. Сондықтан тазаруды іздесеңіз тәубе қылыңыз. Алладан басыңызды июді, абыройғы өзіңізге тәкаппарлық санамаңыз. Басыңызды иген сайын Алла сіздің басыңызды басқаға идіртпейді. Қолыңызды біреуге жайдыртпайды, тізеңізді біреуге бүктірмейді. Сондықтан, құрметті жақсылар, ұзын сөздің түйіні, тәубе есіктері ашық кезде әлі сізге Алла тағала шанс дейді ғой, 1 секунд болса да шанс беріп тұрса, Құдайға тәубе қылып қалыңыздар. Бір кішкентай болса да Алламен отырып, жеке отырып, өзіңізге бір 3 сұрақ қойыңыз, 3-ақ сұрақ. Мен қайдамын? Мен қайдамын? Қайда бара жатырмын? Енді не істеймін? Осы 3 сұрақты уақытымен қойып отқан адам бағытынан жаңылмайды. Мен қайдамын деген кезде өзіңе сұрақ қой, қай жердемін? Құдайдан ұзақпын ба, жақындамын ба деген сөз ғой. Мен не істеп жүрмін деген сөз амалыңа қара. Өйткені адам мен жақсымын ба, жаманмын ба деп сұрақ қойғыңыз келе ма, білгіңіз келе ма? Сіз жақсысыз ба, жамансыз ба? Мен жауабын айтып берейін ба сізге? Ол оңай білу. Сіз артта қандай із қалдырып барасыз, сіз сондайсыз. Ізіңізге қараңыз. Қандай із қалдырып жатсыз? Артыңызда соғыс, ұрыс, жанжал, балағат па? Көздің жасы, әлде жұрттың рахметі? Сізге адамдар не сұрап келеді? Адамдар сізді көргенде қандай көреді? Сіз сондайсыз. Оған, мынау адамдардан біз еш нәрсе жасыра алмаймыз, білесіз ба? Мынандай бір нәрсе дәлел, Софы Аллаяр деген Софы болған. Сол кісі айтады, өзінің өмірінен айтады, таможник болған екен. Қатты парақор болған екен. Қатты жалақор болған екен. Ана атып өтіп баратқан, ана шекарадан өтіп баратқан адамның малы ұнап қалса, жала жауып ап қояды екен. Анау мынауын тартып алады екен. Сөйтіп көшеде келе жатса бір күні бір топ бала ойнап жатыр дейді. Келе жатса айтады дейді ғой, ана қара дүйу келатыр. Жемқор келатыр деп айтады дейді ғой балалар. Қашыңдар деп. Өйткені халық оның артынан солай лақап қояды ғой. Ана баланың аузы соны табады ғой, әке-шешесінен естеді ғой. Ана пәленше деген дүйу ол, қара дүйу ол, бәле ол. Жемқор ол. Сол қалады ол. Кейінірек тәубесіне келіп, Құдайдың жолына түсіп кеткен, софы боп кеткен кісі екен. Көшеде бір күні келе жатса, бір топ бала ойнап жүр екен.
Сонда балалардың ішінде біреу айтады дейді ғой. Құдайға даусы жеткен адам келатыр, жол ашыңдар деп. Бала. Оған кім айтқызады? Алла айтқызады ғой оған. Ей, Құдайға даусы жеткен адам келатыр, балдар, жолды ашыңдар, мына кісіні жіберейік деп айтады дейді. Артыңда қандай із қалдырасың, сен сондайсың. Ал енді ол өткен шақ өтті ғой. Бірақ қазіргі шағыңыз бар ғой әлі. Тәубеге кеп есіңізді жиыңыз. Айтқан сөзіңе қара. Істеп атқан ісіңе қара. Бұның бәрі із болып қалып атыр. Екі иығыңыздағы періште барлығын жазып тұр, түсінесіз ба? Бәрін. Әрбір айтылған сөз, әрбір жасалынған амал тұр, ертең алдыңызға Алла тағала алып келіп қояды соның бәрін. Сол үшін айтам, кісінің ақысын жемеңіз. Бір кісінің көңілін қалдыру қағбаны бұзғанмен тең дейтін бекер емес ол. Өйткені адамның абыройы арам екен ғой. Оның малы да арам кісінің. Абыройы да арам, қаны да арам. Рұқсат берсе ғана аласыз малынан. Рұқсат берсе ғана онымен әзілдейсіз, әзіліңді көтеретін жеріне шейін ғана. Ал біреуді кемсітсеңіз, қияметте соның алдына шығады. Пайғамбарымыздың осы бір хадисін ұмытпаңыз, пайғамбарымыз айтады. Бір адам, шын банкрот адам кім деп сұрақ қояды. Әркім әртүрлі жауап бергенде пайғамбар біледі ғой. Сіз айтыңызшы дегенде пайғамбарымыз айтты, қияметте бір адам келеді дейді. Иығына тау сауап арқалап келатқанда жұрт ойлайды деген ғой. Құдай-ау, мынау жәннатты қалай болса солай сатып алуға келатыр дейді екен. Сонда Алланың құзырына есепке тұрған кезінде бір топ адамды көреді дейді алдынан. Ананы мазақтаған, ананың малын алған, мынаған бермей қойған, ананы үйткен, мынаны бүйткен. Осының барлығының ақысын алып, арқасына тау күнә арқалап баратқанын көресің дейді. Бірақ қиямет күні сауап жинайтын жер емес қой ол жер. Қайтып осы дүниеге келіп, мен сауап жинап кетейші дей алмайсың ғой. Бәрінен айырылып, иығына тау күнә арқалап баратқанын көресің. Нағыз банкрот адам осы адам деген екен. Құдай банкрот қылмасын. Осындай киелі жерге Аллахым сіздердің табандарыңызды басуды нәсіп еткен екен. Елімізге дұға қылыңыз. Жанұяңызға дұға қылыңыз. Не бір қиыншылық көріп атқан мұсылман бауырларға, білетін, білмейтіндерге дұға қылыңыз. Өзіңіздің ата-бабаңызға дұға қылыңыз. Артынан сұрауы жоқ мұсылмандар бар, артынан ұрпағы қалмаған кісілер бар. Соларға да білмесеңіз де артынан сұрауы жоқ. Аллахым, сенің назарың түскен бір пенделер бар шығар, әйтеуір Құдай деген. Бірақ артынан сұрауы тоқтап қалғандар бар шығар деп оларға да дұға қылыңыз. Өйткені мынандай сөз бар ғой, біздің халқымыз моласын жолдың жағасына қояды. Өткен жолаушының дұғасы қабыл. Өйткені мына молаға келіп кететін адам кейде артынан іздеушісі келеді, кейде келмейді. Біз дұға қыламыз, олар қалды. Ертең біз қаламыз, бізге дұға қылады ғой өтушілер. Сол үшін біздің осындай әдетіміз, дәстүріміздің сұлулығы сол. Ұзын сөздің түйіні, құрметті жақсылар, тәубе бұл бүгінгі сабағымыздың ең үлкен тақырыптарының бірі. Бұл Алланы танудың ең алғашқы есігі, өзіңіздің нәпсіңізді бағындырудың алғашқы есігі, өміріңізді жаңартатын есік, болашағыңызды жарық қылатын есік, өткен шағыңызды өшіріп жаңа есік ашатын үлкен кілт, жәннаттың кілті екенін ұмытпасаңыздар екен. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейхи. Раббым, барлық біліп білмеген үлкенде кішіде күнәларымызды кешір, дерт сырқат науқастарымызға шипа бер, дүниеден өткендерімізді жарылқа. Раббым, Аллахым, елімізге тыныштық бер, жұртымызға амандық бер, исламға қуат бер, мұсылманға бірлік бер. Я Раббым, Аллахым, осы қол жайып отырған бауырларымыздың дүниелік ақыретті қандай да бір талап тілектер болса қабыл ет. Елімізге аман есен оралуымызды, жанұямызға аман есен оралып,
осы үйренгенімізді амалда асыруды нәсіп еткейсін. Аллахумма салли аля Мұхаммадин ва алейхи ва сахбиhi ва саллим.